мировой бонусты компания күндегі табыс қанша табыс табады, соның 10%-ын партнерларына бөліп береді. Кімде қанша долі бар, кімде 50 бар, кімде 100 бар, кімде 500 бар, кімде 1000 долі, кімде кейбіреулерінде 1000 доллардан болады. Мысалы, компания 100 миллион теңге тапса бір күнде, соның 10%-ы 10 миллион теңге. Соны бөліп береді партнерларға. Мысалы, компанияда 1 миллион доллар таратса, сонда 1 долларға 10 теңгеден келіп тұр екен да, мысал ретінде. Біз білмейміз қанша доллар таратқанын. Енді қарайық, 10 теңгеден келсе, 10-ды көбейтеміз 50-ге, кішкентай пакетке 500 теңге шығады. 10-ды көбейтеміз 100-ге, 1000 теңге шығады бұл средний пакетке. 10-ды көбейтеміз 500-ге, 5000 теңге шығады большой пакетке. Бұл қатып қалған баға жоқ, осындай 500 түседі, 1000 түседі, 5000 түседі деген баға жоқ. Қазір компания күніне қанша табады, соны бөліп береді. Яғни бұл тек мысал ретінде келтірілген. Ертең кіріп алып, маған 5000 түседі деп айтты, 1000 теңге түседі деп айтты деп айтып жүрмеңдер. Бұл тек мысал ретінде келтірілген. Ол 5000 түсуі мүмкін, ол 20000 түсуі мүмкін, ол 50000 түсуі мүмкін, ол 1000 теңге түсуі мүмкін. Әр кезде әрқалай компанияның табысына байланысты.